Қалқанша без мойынның алдыңғы жағында орналасқан өте кішкентай ғана мүше. Бірақ ағзаның энергиясы, көңіл күйі, жүрек ырғағы, салмақ, тіпті иммунитеттің өзі осы бездің жұмысына тікелей байланысты. Сол себепті қалқанша безіндегі өзгерістерді дер кезінде түсіну, өз денсаулығыңызды қорғаудың ең қарапайым жолы. Зоб қалқанша безінің үлкеюі. Біреулерде без тұтас ұлғаяды, біреулерде түйіндер пайда болады, кейде екеуі қатар кездеседі. Ең жиі себебі йод тапшылығы. Бірақ тек сонымен шектелмейді. Тұқым қуалаушылық, аутоиммундық өзгерістер, стресстің ұзаққа созылуы, радиация әсері де рөл ойнайды. Алғашқы кезеңдерде адам еш өзгеріс байқамауы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе мойын жуандайды, дауыс қарлығады, жұтыну қиындайды. Кейбір адамдар тамақ түсі тарылғандай сезініп, ауа жетпей қиналуы да мүмкін. Гипертиреоз, яғни гормон көп болғанда. Қалқанша без шамадан тез жұмыс істесе, ағза қызу режимге ауысады. Жүрек жиі соғып, қол қалтырайды. Адам ашушаң, мазасыз болады, тершеңдік күшейеді, ал салмақ керісінше азая бастайды. Ұйқы бұзылып, жүйке жүйесі тез әлсірейді. Көп зерттеулер гипертиреоз көбіне ұзақ уақыт жиналған эмоционалды қысымнан кейін басталатынын дәлелдеді. Адам ашуын ішінде сақтап, күйзелісті жеңе алмаса, иммундық жүйе шатасып, қалқанша безін бөгде мүше ретінде қабылдап, оған қарсы шабуылдайды. Гипотиреоз, яғни гормон азайғанда. Қалқанша без баяулағанда ағзада бірге баяулайды. Шаршау, ұйқышылдық, салмақ қосу, тоңғыштық, терінің құрғауы, шаштың түсуі, дауыс қарлығуы, есте сақтау қиындауы бәрі гипотиреоздың белгісі. Уақыт өте келе сыну, холестериннің өсуі байқалуы мүмкін. Жеңіл тілмен айтқанда, ағза энергияны үнемдеуге көшеді, ал адам осы өзгерісті күнделікті өмірінде сезе бастайды. Диагностика. Қалқанша безіне қатысты мәселе шыққанда, ең алдымен дұрыс тексеруден өту маңызды. Дәрігер әдетте УЗИ қарап, қаннан бас миының бұйрық гормонын және қалқанша без шығаратын негізгі екі гормонды өлшейді. Анализді таңертең аш қарынға асықпай тапсырған дұрыс, сонда нәтиже нақты шығады. Емдеу. Ем жағдайға байланысты тағайындалады. Йод жетіспесе, йодталған тұз, теңіз балығы, теңіз өнімдері. Гипертиреозда жүйкенің жүктемесін азайту, серуендеу, дұрыс ұйқы, валериана, мелиса сияқты табиғи тыныштандырғыштар. Гипотиреозда дәрігер гормон таблеткаларын береді. Көп адам қорқады, бірақ олар ағзаға қажет мөлшерді ғана толықтырады. Сонымен бірге қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуі үшін 3 минерал өте маңызды: йод, селен, мырыш. Селен Бразилия жаңғағында мол, йод теңіз өнімдерінде, мырыш шымыртқа мен жаңғақтарда бар. Қырықтабат тұқымдас көкөністер бауырды қолдап, қалқанша безіне жеңілдік береді. Күнделікті жеңіл қозғалыс, мойынға арналған жұмсақ жаттығулар қан айналымын жақсартып, жалпы жағдайды көтереді. Стресс факторы. Көп адам елемейтін ең үлкен себептердің бірі стресс. Эмоцияны іште ұстау, уайымдағыштық, ұзақ ашу қалқанша безінің жұмысын бұзады. Бірде гормонды шамадан тыс шығарады, бірде керісінше азайтып жібереді. Сондықтан тыныштық, сабыр, өз-өзіңді бақылау емнің жартысы. Қалқанша без денеге күшпен жылу беретін кішкентай генератор. Ми жіберген сигнал дұрыс болса, ол да дұрыс жұмыс істейді. Ал бауыр, минералдар, тыныштық осы жүйенің негізгі тіректері. Белгілерді ерте байқап, дер кезінде тексерілсе, қалқанша безінің мәселелерін асқындырмай шешуге болады. Көп көрермен доктор Берг арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық контенттің жалғасуына көмектеседі. Егер сізге ыңғайлы болса, дәл қазір жазылып, бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз, бір адамға болсын, пайдасы тисін. Берік болыңыз, бірге болыңыз.